Жылан кегі, хикаят. Туған жердің жыланы шырылдатып шақ мені деп Жәркен Бөдеш айтқан екен. Амалы таусылған баламолда киіз кітабына қарап отырып, болашақ тағдырын көрді. 30 жылдан соң Қытай мен Орыстың шекарасы ашылатыны, сол кезде елге келіп жыланның болған тілін шешсе, шахмардан кешіріп, бәрі дұрыс болатын болжады. Ақ сарбас деп қуанған жігіт, аста буырқанып, өсті жыбыр-жыбыр жылжып, ағып жатқан текестің қанды суына қойып кетті. Беті болар-болмас қозғалғанмен, текестің асау толқыны молдаға күш бермей, өз иіріміне қарай тартып бара жатты. Суға бір жолата жұтылып жоқ болар ма еді, кім білсін. Әйтеуір киімі бір бұтаға ілініп аман қалғанын біледі. Баламолда есінен танып, бірнеше күн сол бұтада ілініп тұрды. Бұл күнде Баламолданың сақал мұрты буырыл тартып, 70-тен асқан. 60-ты тал тістеп, өз көңілін өз алдамақ болушы еді. 70-тегі желкелігі бері дәм тұздың түгесіліп бара жатқан іштей сезе бастады. Күнде бір уақыт шекара бойындағы Текес өзенінің жағасына барып, анау көз ұшында көрінген туған жеріне, балалық бал дәурені зымырап өткен атамекенге болғанда да әкесінің сүйегі қалған жаңбырдың жалпақ жотасына телміретінде тұратын. Осы бір тұстан бар болғаны 35 шақырым жердегі Тұзды көлге жетіп, Құдай алдындағы күнәсінен арылсам деген арманына жетер күн туар ма? Баламолданың жанына жалғыз осы сұрақ маза бермейтін. Үйсінтаудың етегіндегі Сөмбі ауылына дүрбі салады да отырады. Өзі танитын ескі көздерден бір адамды көріп қаламын ба деген үміті санасынан ешқашан сөнбек емес. Қиял деген шіркінің жүйрік қой. Қарагермен сар желіп Сүмбеге жетіп барғысы келетін. Сосын қысаңның суын өрлеп, бір сағатта Шартастың етегіне жетсе, содан Сарыбастауды басып өтіп, айналдырған 4-5 сағаттың ішінде Тұздыкөлге аяқ іліндірер еді. Тұздыкөлге жетсе болды, кеште болса, Тәңір иенің алдында жасаған айыбын жуып шаюға мүмкіндік болар еді. Бірақ осы 3 сағаттық жерге жете алмағанына міне 50 жыл. Осы 50 жылдан бері Баламолданың арманы Тұздыкөлді көзімен бір көру, Тұздыкөлде жолығатын біреу бар еді. Біреу дегеніміз адам емес, мақұлық болғанда да жер бауырлайтын ирелеңдеп жүрген жылан. Тірі болса жыландардың 50 жыл бұрынғы басшысы Шахмарданның өзінен кешуіл сұрап аяғына жығылмақ. Ежелгі жыландар елі патшасының атын иеленген кіші Шахмардан бұл өмірден бақиға озса, оның үрім бұтағының аяғына бас қойып, өз айыбының құнын төлемек. Ол құн немен өлшенерін өзі жақсы біледі. Жалғыз ұлдың түтінін түтетіп отырған келіннің аяғы ауырлағаннан бері сол құнның төленетін кезі таянғанын сезе бастады. Баламолданың бір білместігі немересінің тағдырын тәлкекке салғалы тұр. Мынау темір қоршауды бұзып, анау Тұздыкөлге жетіп жығылмаса, ұрпағы астына мәңгілік лағнет жаудыртады. Бүйткен молдалығына не қайыр? Ел санатында тіршіліктің тар қамтып сүйреп күнелтсе, бүгінде шекараға телмірмей-ақ жұрт секілді өмір сүрер еді ғой. Жыланның тілін үйреніп тапқан бағым қане? Қамшының сабындай қысқа ғұмырда молда болмақ түгелі тілін кәлимаға келтірмей талай адамдар көлденең қиянатсыз өмірден озып кетіп жатқан жоқ па? Соның бәрін Құдай екем тозаққа шыжғыра береді деуге Баламолданың тілі бармайды, ал өзінің күнәсі. Ең ауыр күнә. Пенде баласының барлығы мұндай қиянатқа бара алмайды. Бара қалғанның өзінде ендігі бір қарекет жасап, жаппар иенің алдында көз ілмей құлшылық етіп, көңіліндегі бар кірді шайып үлгерер еді. Дәл Баламолдада 50 жыл бойы азапқа түспес еді.
Тозақ дегенді о дүниеде көреміз деп, жағасын жайлауға салып жүретін пенделер жетелік. Бала молда сол тозақты осы өмірде көріп жатыр. Көз ілініп кетсе болды, жыланға айналады. Жыланға айналып жер бауырлап ысылдап көп адамды шағып жатады. Бірақ тілінің уы жоқ, шаққан адамы өлмейді. Бір мезетте алдынан келіні мен баласы шыға келді. Келіні қышқашпен жанған отынды қысып ұстап алған, ал баласы шелекке құйылған жағармайды әкесіне қарай шашып жібермекке оқталып тұр. Бұл бала молда жалғыз ұлына айыр тіліндегі уды төгіп жіберді. Сол-ақ екен, баласы баж етіп құлап түседі. Әне, оралы күтпей болып көгеріп ісініп барады. Айналасындағы ауыл адамдары түйме деп айғайлады. Бала молда болса булығы бау деп ыңырсып жатыр. Бала молда өстіп, арпалысып жатып оянды да қарагерге мініп текес бойына кетеді. Текес бойына жетіп, терең ойдың теңізіне батады. Құдайды танып, табиғаттың тылсымын біліп, адамды былай қойғанда жындармен де дос жарандық жасап жүріп, өз ұрпағының болашағын болжай алмаған соң, молда танып не керек еді? Бала молда осыны ойлап, ешкім жоқта көзінің жасын сығымдап алатын болған. Әлі есінде, бала молда енді ғана шығып 15-16 жасқа толған кезі. Жұрт шөлкеде жайлауын ел жайлап, саясаттың салқынын сезіне қоймаған уақыт болатын. Таң намазынан кейін көзі ілініп кеткен екен. Әкесі оятты. Балам, Бейсенбай байдың адамы сені алып кетуге келіп тұр. Күйеу баласының ішіне жын кірген дей ме? Әйтеуір сендерге зікір салғызбақ көрінеді. Жақып молда екеуіңді ойнасын депті. Жақып молданың атын ести сала, бала молда елең етті. Ілімі де басқысылығы да күшті, әккі молдадан үйренері көп еді. Біраздан бері Жақыптан жыланның тілін түйсініп, хадисін оқуды білмекке талап етіп жүр. Қазірдің өзінде жыландар басшысының тілін табатын дәреге жетті. Бала молда дәретін ала сала алақандай беті бүршік шешесінің дағынан бөккен қара балаға еріп атқа қонған. Баланың аты Тұраш екен, Албанға белгілі Медеу бидің жалғыз ұлы. Бала молданы әкелуге бақсыны емес, белгілі бидің баласының келуін түсінген адамға үлкен мәртебе саналады. Медеу би Бесбайдың ағасы. Бесбай ағасының баласын өз баласы есебіне жұмсады ма, жоқ әлде бұл бала молдаға деген ілтипатының белгісі ме, бала көрермін деп ойлады. Өзінен жарты мүшел кіші бала бидің жалғызы деген аты болмаса, анау айтқандай тылсым қасиетке ие еместігі байқалады. Әкесі жайлы аңызға айналған талай әңгімені естіп еді. Бұл балаға шалдың ол қасиеті қонбаған секілді. Тіпті бала молданы молда екен деп те келе жатқан жоқ. Бірде балалыққа салып, желпініп, алдыға осып кетеді. Бірде бұларды мазақ еткен суырды қуалап, жерге түсе салып, ініне қамшы соғып, әбігерленіп жатады. Тұраш көз байланбай балтаның сайына жетіп алалық, деді бала молда үлкендігін білдіріп. Екеуінің жүрісі осыдан кейін ғана жөнделеді. Күн ұясына кіріп, мал өрістен қайтқан апақ-сапақ уақытта бұлар Бесбай байдың үйіне жетіп жығылады. Жақып молда бұлардан бұрын келіп, қоныс жаңартып, ауылдан 1-2 шақырым алыс жерге жын ойнақ жасайтын үйінді дайындатып қойған екен. Ертесі ауыл адамдары жиналып, бақсылардың зікір салуы басталды. Осы күн есіне түссе, бала молданың жүрегі соғысынан жаңылып қала жаздайды. Бұған дейін мен деген жынға бой бермейтін өз бойындағы қасиеті ұшты күйлі жоғалып, зікір сала бастаса, аузынан ақ көбік ағып құлап қала берген.
Жақып молда да дүлей күшінен айырылып, шау тартқанын байқатып ала берді. Екі молда жабылып жатып, күйеу жігіттің ішіне кірген торғайдай жынды шығара алмай, ақтер көктер болды. Бала молда жайшылықта мұндай торғай кейпінде адам ішіне енген жынды Құранның бір сүресін оқып, жуасыда салу жиеді. Бұл жолы күйеу жігіт алтықанат үйдің ішінде пырылдап ұшып жүр. Қолын қанат қып қағып, екеуіне дес берер емес. Енді міне ұстадым деген кезде күйеу бала желбауға жармасып жоғарыға өрмелей жөнелді. Екі молда аспанға қол созып желбауға асылып тұрған күйеу жігітке жете алсашы. Жақып та бала молда да байқаса, айла жасамаса, бұл торғай жынды көндіріктіре алмасын білді. Сөйтті де екеуі сыртқа шығып, киіз үйдің үстіне өрмелей жөнерген. Шаңырақтан секіріп түсіп, торғай жынды үстінен басып қалмақшы еді. Кенет бала молда шаңырақта қанатын кеңге жайып тұрған алып бүркітті көріп шошып кетті. Жақындай түспек еді, бүркіт бүріп түсетін сыңай танытып саңқ етті. Жақын молдаға қарап еді, ол жерде домалап жатыр екен. Ұстазы айбат көрсете алмаған алып құсқа беттеуге батылы бармай, бала молда өзін өзі төменге қарай тастай салған. Бала молда есін жиса, Жақып молда жыламсырап сөйлеп жатыр екен. Байеке, байеке, ағаңыз Медеу бидің киесі қыран құс деп естуші едім. Сол қыран торғай жынды бізге бермей жатыр. Биге кісі жіберіп киесін қайтарып алғызыңызшы. Медеу бидің баласы атқа қонып міне салып алуға шапқан. Әлден уақыттан соң шаңырақтағы қыран құс ұшып түсті. Сол-ақ екен желбаудағы күйеу бала сылқ етіп жерге түсті. Торғай жын болса жанын қоярға жер таппай аспанға қалықтап ұшып әп-сәтте көзден ғайып болды. Жақып молда осы бір оқиғадан кейін бала молдаға тәлім аларлықтай көп әңгіме айтып берді. Бұл ғұмырда адам санасына сыймайтын талай тылсым оқиғалардың болатын, әр жаратылыс иенің өзіндік қасиетпен жаратылатын, ол қасиетті діннің де басқаның да қалыбына салып екшеуге келмейтін, әлі күнге тылсым жайлы сансыз сұрақтың жауабын ешбір пенде таппағанын, таппайтынынан сыр қылып шертіп еді. Тылсымның жұмбағын шешпек болған адам тура жолдан адасады. Өйткені қақ тағаланы құдіретімен болып жатқан беймәлім әлемдегі оқиғаларды мына өмірдің тар түсінігіне салу делқұлық. Сол ішінде қарапайым пендеге Құдайды табу, оның айтқанымен жүру жеткілікті іс. Бірақ көшпелі қазаққа кей-кейде тылсымның шекарасын бұзуға тура келеді. Біз сол үшін не молда емеспіз, не бақсы емеспіз, беймәлім бір күшпен араласып өмір өткізіп жатырмыз. Ел жұрттың, мал жанның амандығы үшін жынды басып, жыланды ауыздықтап келеміз. Бабадан қалған бұл ілімді таза жолмен игеріп, мақұлық атаулыға залал тигізбеуді ойлауымыз керек деген Жақып молда. Сосын осы аймаққа белгілі Өмірзақ батыр мен Медеу бидің достығы жайында біраз әңгіме айтқан. Өмірзақ батыр Медеу биге ерекше ілтипат көрсетеді екен. Ол кезде Жақып молданың да жас кезі. Құрманның Күркебайдың 5 ұлының бірі жылан шағып, соның уын қайтаруға Жақып молданы алғызады. Жылан шаққан жігіттің аты Құсайын екен. Жақып молда Құсайын жатқан үйге кіріп келсе, жігіттің басына шүберекпен су басып 17-18 жастағы әппақ сұлу бойжеткен отыр дейді. Жақып молда бойжеткенді көре сала ақыл есінен адасып қалады. Әлгі қыз айттырмаған бозбаланың қиялы жүйрік қой.
Әкем айтып, осы қызға құда түсірсем, Жақып атым өшсін дейді өзіне өзі іштей күбірлеп. Жақып молда хадисін оқып, жыландар патшасы Шахмарданды арбасуға шақырады. Ол кезде Шахмарданның да жас кезі. Жақып молда мен Шахмарданның айқасын көруге аяғы жеткен бүкіл албан жұрты жиналыпты. Жиналған жұртқа мен жыланмен айқасқанда, жылан да құсайын да көп болып ісініп, жарылып кете жаздайды. Маған болысқыларыңыз келсе, иек қаққан кезде түйме деп шулап қоя бересіздер. Егерде араларыңыздан біреу беу деп айтып қалса, құсайын жарылып кетеді дейді. Жақып молда хадисін оқуды бастап кеп жібереді. 1 сағат өтер-өтпестен ирелеңдей жылжып, қасына 2 нөкері бар, жыландардың патшасы Шахмарданның өзі де жетеді. Адамзат патшалығының жыландар еліне жіберген елшісі едің. Ей, Жақып, жайша шақырдың ба? Дейді Шахмардан өз тілінде. Жайсылық болса, жыландар елінің патшасына өрелеп, мазаңызды алдым ба? Мынау Күркебайдың құсайынын жылан шағып ессіз түссіз жатыр. Осыны баланы шаққан жыланның жазасын беруіңізді сұраймын. Ес түссіз жатқан құсайынның күнәсіз екенін қайдан білдің? Жыланға алғаш болып қатер төндірген жігіттің өзі болар. Олай болса, мен өз нәсілімді шығындауға қарсымын. Өлсін құсайын. Шахмардан-ау, үкім айту ертерек емес пе? Нұх пайғамбардың кемесін тышқан кеміріп тескенде тәуекел етіп, тесікті бітеген қасиетті жаратылыс емес пе едің? Сол қасиетін қайта кеткен? Құсайынның жағдайын көріп отырсың. Оны тергей алмақ емеспіз. Одан да маққан шаққан жыланды тауып бер, өзімен тілдесіп көрейін. Осы өңірдегі мыңдаған жыланды алдыма келтір демекпісің? Ол бола қоймас. Жұртыңнан бір жан шығын болады деп, патшалығымдағы бар халықты сенің алдыңа жүрелете алмаймын. Ендеше, мен де мына халыққа көрінген жыланды өлтіре беруге бұйрық беремін. Сенің бабаң, менің бабам сан ғасырдан бір-бірінің тілін тауып, аралас-құралас бейбіт өмір сүріп келеді емес пе? Сенің әкең өліп, қан сайлағанда, мына мен арнайы патшалығыңа барып, басыңа ақ тамызбадым ба? Ұмыттың ба соны, Шахмардан? Жақып молда осыны айтқан кезде, Шахмардан үнсіз қалды дейді. Сосын нөкердің бірін жұмсап, осы аймақтағы жыландардың бәрін шақырып келуге бұйрық беріпті. Арада 1 сағат өтпей жатып, жыландар көшінің алғашқы легі келіп жетті дейді. Жыландар бір-бірден Жақып молданың тізесіне басын қойып, құсайынды мен шаққан жоқпын деп айтады да өз жөніне кете баратын көрінеді. Жыландармен арбасу ұзаққа созылады. Бұл аймақта осыншама көп жыланның бар екенін көрген халықта еш жоқ. Бәрі Жақып молданың әулиелігіне таңдай қағысып, жағаларын ұстап қарап тұрады. Жақып молда мен Шахмардан сөзге келіспей қалса, жыландар мен адамдар арасындағы соғыс оты әп-сәтте тұтанып кетуі мүмкін екен. Молда білімділігін, патша біліктілігін көрсетеді. Жыландар көші саябырсыған сәтте ең ақыры сүйретіліп біліктей бір жылан келіп, Жақып молдамен арбаса бастайды. Жағы-жағына тимей хадисін оқып жатқан молда әлгі жыланмен тілдеседі. Жылан өзінің ешқандай күнәсінің жоқ екенін, өз жөнімен кетіп бара жатқан кезде құсайынның табанына тапталып қалғанын, өзінің жанын сақтау үшін шағып алғанын айтады. Мұны естіген Шахмардан күшейе бастаған. Әне, айттым ғой, күнәлі құсайын. Аяғына қарап жүруге шамасы келмеген адамзат үшін жылан баласының тағдырын қор ете алмаймын. Осы айтылған сөзге кезде ісіп кеуіп жатқан құсайын жарылуға шақ қалды дейді. Жақып молда да далба салап
әлгі жыланнан оқиға қай жерде болды деп сұрап үлгерген. Шартастың етегіндегі жылғаның басында. Ол жылғаның бойындағы бар жыланның аузын өзіңіздің мақұлдауыңызбен буған жоқ па едік, Шахмардан мырза, дейді қуанып кеткен Рахым молда. Сөйтсе бұл жылан жолаушылап бара жатып, аузы болған жыландардың иелігіндегі жерге рұқсатсыз кіріп кеткен көрінеді. Адамзат пен жыландардың патшасының уағдасын бұзған үшін сол арада білектей жыланның тағдыры Жақып молданың қолына беріледі. Жақып молда қадисін судыратып оқи жөнеледі. Жан бермек оңай ма? Ісініп кеткен білектей жылан енді молданың өзіне айбат жегіп, мойнын қақшитып, ысылдап, шақпаққа әрекет ете бастайды. Осы кезде Жақып молда иек қағып жібереді. Елдің бәрі түйме, түйме деп ұлардай шулап қоя береді. Жылан пырс етіп жарылып, бірер сағаттан соң құсайын ес жинаған көрінеді. Жақып молданың бұл оқиғасын бала молда бұрында талай естіген. Аз жыл молдалық еткен жылдарында бұндай болмаса да, осыған жете қабыл талай оқиғаның өзі куәсі болды. Бала молдаға мұнан гөрі Жақыптың жүрегін дір еткізген, әппақ сұлулар жайлы қызығырақ көрінген. Ұстазынан қаймықпай, әппақ қыздың жағдайында суыртпақты көріп еді, Жақып шешіліп сала берді. Бүгін екеуміздің берекетімізді алып, киіміміздің құтын қашыра жаздаған Медеу бидің тоқалы ғой ол қыз. Қызы емес, жасы қазір 40-қа таяп қалды. Күркебайдың сақылдаған 5 ұлы мен Өмірзақ батырдан асып ол бойжеткенге сөз сала алмадым дейді күрсініп. Сосын сөзін жалғап. Маған осыған дейін 3 әйел алып еркек кіндікті бір ұлға зар болып жүрген Медеу биге Кәмила сұлуды 4-ші әйел етіп Өмірзақ батыр қосыпты дейді. Анау Тұраш деген қара бала сол Кәмила сұлудан туған екен ғой. Солай десе де болады. Осы Кәмиланы алған соң Медеудің 3-ші әйелі ұлды болып, шақалақты Кәмила бауырына басып алса керек. Ол кезде би ішкері жаққа билік айтуға кетіпті. Баланы туған шешесі жуастау адам екен. Оның үстіне 5 бауыры мен Өмірзақ батырдың арқа тұтырат Кәмила кімге дес берсін. Медеу би жас тоқалдың еркелігін естіп, бала тым құрыста уызына жарып, 40 күн анасына омырауын емсін деп ат шаптырыпты. Сөйте келген шабарманға Кәмила сұлу омырауын ашып жіберіп, биге керегі ананың уызы болса мінекей деп сауып жіберген екен, сүт саулап қоя беріпті. Осы оқиғадан кейін ел жас тоқалды жасына да қарамай ақ апа атап кеткен екен. Жақып молда осындай шеті барды шегі жоқ әңгімелерінің тиегін ағытып бала молдаға біраз хикаяттарды айтып беріп еді. Бала молда үйінің іргесіне келіп отырып, бидің батасын алмай кеткеніміз жарамас деп ұстазын көндіріп, қалың кірпігі көзін жұмған тұлғалары қара шалдың шаңырағынан дәм татып, ықыласына бөленіп, ауылына қайтқан болатын. Албанның байлары кәмпескеленіп, Жаркентке айдалған соң, бала молда да Қытай аспаққа бел буды. Әкесі Албан еліне кірме болатын. Шежіре жолмен қуалайтын болса, өзінің руы Қызай. Қытай мен орыс жер бөліп шекараны анықтаған кезде, Қызайлар арғы бетте, Албанның 6 болыс елі бергі бетте қалғанды. Шекараға әскер қойылған соң, екі елдің қатынасы қалғанды. Сиреп кетті де қайын жұртын сағалап молдалық етіп жүрген әкесі ол жақта туған туысынан байланысын үзіп алған еді. Қызылдар келіп құдайсыз мемлекетін құрғалы, бала молда бір тағырдың таянғанын сезе бастады. Әкесі де дәл сол тұста кәлима шахатын айтып жатып жан тапсырды. Әкесінің соңғы аманаты еліңді тап балам болды.
әне кетем, міне кетем деп жүрген кезде молдалар да бір шетінен ұсталып ит жеккенге айдала бастады. Бала молданың туған жерді қиып кете алмай жүрудің ең үлкен себебі бар еді. Осы ерте көктемде Тұзкөлдің Қарасаз беткейіндегі жыланды сайдың жыландарының тілін буып қойғанды. Жыланның тілін күз келгенде бірақ шешетін болып уәделескен. Енді міне. Саясат сол күзге дейін тығылып жүре тұруға мұрсат берер емес. Бала молдан ұстауға қарақолдан екі шірік шығыпты дегенді естіп, молдада тіпті ес қалған жоқ. Жақып молда қолды болған екен, Жаркентке жеткізбей атып тастапты деген үрейлі хабар да ел арасында гулеп тұр. Бала молда қанша жерден Аллаға тәуекел еткісі келгенімен, атадан жалғыз екені есіне түсе береді. Сосын амалсыз жанын сақтап қалудың қамына кірісті. Тілі буылған жындардың патшасы Шахмардан үйлену үшін шалғай патшалыққа сапарлай кеткен екен. Қалыңдығын алып күзде оралғанды мыс. Шахмарданды күтсе кетсе бір рулы жылан тілсіз мұлқау болып қалмақ. Күтер болса өзінің басы қайда қалары бір құдайға аян. Амалы таусылған бала молда кейс кітабына қарап отырып, болашақ тағдырын көрді. 30 жылдан соң Қытай мен Орыстың шекарасы ашылып, сол кезде елге келіп, жыланның буылған тілін шешсе, Шахмардан кешіріп, бәрі дұрыс болатын болжады. Ақсарбас, ақсарбас деп қуанған жігіт асты буырқанып, үсті жыбыр-жыбыр жылжып ағып жатқан текестің қанды суына қойып кетті. Беті болар болмас қозғалғанмен, текестің асау толқыны молдаға күш бермей өз иіріміне қарай тартып бара жатты. Суға бір жолата жұтылып жоқ болар ма еді, кім білсін. Әйтеуір киімі бір бұтаға ілініп аман қалғанын білді. Бала молда есінен танып, бірнеше күн сол бұтада ілініп тұрады. Бәрі де бекер болды. Жақып молданы жаным аяулы емес еді ғой. Сол жолы келетін тажалды күтіп, екі шеріктің айдауында кетуім керек еді. Соңғы кездері ашуланса, жыландай ысылдап сөйлей алмай қалатын дертке шалдыққан бала молда бармағын шайнап өкіне беретін болған. Бәрі де бекер ақ болды, бәрі де бекер болды дей береді өзіне өзі күбірлеп. Түсінде жыланға айналып, молда енді өңінде жыландық мінез байқатып қалатын болып жүр. Қара керген мінерде белі ирелеңдеп барып әзер дегенде ер тоқымға қонжияды. Текес бойында қызыл қайыңды тоғайға кірген соң, жыландардың тілінде егіліп, ішіндегі бар запыранын төгіп жібереді. Аяғы жоқ, тілі жоқ, тілінде захар уы жоқ. Жауына тұяқ серпіліп, қауқары жоқ, дымы жоқ. Жылан жұртты кешіргін, тіліңді сенің байладым, тініңді сенің байладым. Қарғыс айтып біздерге жатыр мекен марданым. Бала молда бұдан ары көмейіне кептеліп, жырын аяқтай алмай жылап жібереді. Құдайым-ау, таяқ тастам жерге жете алмайтын ғарып еттің. Бұлай мені қинағанша алмаймысың жанымды. Бала молда текестің суына бетін жумақ болып аттан сырғып түсті. Аяғын жерге тіреп еді, тізесінде ол жоқ екен. Амалсыздан аяғын жерге ербеңдей құлады. Қайтадан тұрмақ болып талпынып еді. Баурап жерден көтере алмай қалды. Құдайдың құдіреті шексіз ғой. Молдекең жыландай жылыстап бауырымен жер сыза сырғи жөнелді. Сөйтті де текестің суына бас қойып іше бастады. Судан өзеннің әлпетіне өз көз жіберген сол еді, жүрегі дір етті. Су бетінде бала молда емес, басын қақшитып әп жылан тұр. Сен кімсің? Деді су бетіндегі сұлбаға.
Бала молдамын. Бала молда сен емес, менмін, деді, бетін сумен жумақ болып жатып. Сен молда емес, жыланға айналдың, деді Әбжылан ысылдап. Бала молда өзіне қарап шынында денесі жап-жасыл қабыршақтанып жыланға айналғанын көрді. Молда қуанып кетті. Текестің суын жүзіп өтіп шекараға қарай бет алды. Құдай сәтін салса, бір апта тынбай жортсам, Тұзкөлге де жетіп барамын, деді өзіне. Биік таудың басына қиялап ұшып қыранда шығады. Жер бауырлап жылжып жыланда шығады. Барар жерім тау емес, іргеде жатқан Тұзкөл ғой, деп көңілі шалқып. Сол жерде Шахмарданмен жүздесіп, өзіне үкім кескізбекші. Адам баласы тастай берік шекараны бұза алмақ емес. Ал жылан үшін темір қоршау сөз боп па? Қазір арғы бетке өтеді де солай жөнеледі. Бала молда жер бауырлап әп сәтте темір торлы шарбаққа жетті. Жетті де сым тартылған шарбаққа жақындай беріп еді, кілт тоқтады. Байқаса, аяғымен қолын тырбаңдатып еңбектеп келеді екен. Жылан болған түгі жоқ, кәдімгі адам қалпы. Су киімі жердің топырағына шалынып, ауырлап кетіпті. Орнынан ақырын тұрып, текес суына қайтадан түсті де, қарагер аты қалған жағаға қарай жүзе жөнелді. Медеу би қайтыс болыпты деген хабарды естіген бала молда бидің аруағына құран бағыштап қайтпақ болып жолға шықты. Қытай еліне келе сала үйленіп шаңырақ көтеріп еді. Бастапқы жылдары жас келіншегін қимай алысқа сапарлауды қойған болатын. Кейін келе келіншегі жылда босанып, жылда баласы шетіне берген соң, ауыл арасында ғана молдалық құрып ұзақ шықпайтын болған. Енді міне, бидің қазасы себеп болып, шолақ мысқа келе жортып келе жатыр. Бала молда бұл жақтың жыландарының тілін тауып, патшалармен тілдесіп жүрген болатын. Бұл аймақты жайлаған жыландардың патшасы Шах-Ерден еді. Жол ортаға келгенде Шах-Ерден шақырып жатыр деген хабар алды. Жыландардың патшасы жай-жайдан молданы мазаламайтыны белгілі. Бала молда кері бұрылып, жыландар мекеніне тартып отырды. Шах-Ерден терісіне сыймай ашудан жарлардай болып отыр екен. Ашу мен қайғы қабаттасып, тіліндегі уын кімге төгерін білмей түнеріп отырған Шах-Ерденнің түрі тым қорқынышты еді. Бұған дейінде жылан атауының ешбірінен қамығып көрмеген бала молда кәдімгідей үрейленіп қалды. Ой, дегенің жүйрік қой. Сонау Тұзкөл маңындағы Шахмарданның елінен бір хабар келіп жетті ме деп Молдекеңнің тізесі дірілдей бастады. Егерде Шах-Ерден бала молданың бір аймақтың жыланының тілін байлап, қорғансыз қалдырғанын білер болса, бір күнде үрім бұтағымен бір адам қалдырмастан қырып салары анық. Құрметті Шах-Ерден мырза, деді Молдекең іштегі бар үрейін жеңіп. Мені жайша шақырдыңыз ба? Жыланның тілін білгенің болмаса, затың адам. Қаныңа тартпай тұрмайсың, деді Шах-Ерден сөзін жұмбақтай бастап. Бала сүйіп, әлі әкелік сезімді сезінбеген едің. Саған айтқан сөзім шығын болады ма деп қорқамын. Осы сөзді айтты да, Шах-Ерден ауыр күрсінді. Айтыңыз, деді бала молда тағы тауыс. Айтсам бұлай, өткен айда тұңғышымнан айырылдым. Ұлым Тәңіріемнің ажалын қылышынан емес, өзіммен тең дәрежелі Құдайдың құлы адамзаттың қолынан қаза тапты. Шахмарданның елінен жаманат хабар жетті ме деп үрейленіп отырған бала молда бұл сөзді естігенде ішінен қуанып қалды. Сонда да пенделік қуанышын байқатқысы келмей, жаппар ем, тұңғышыңыздан айырылдың жарылқасын, деді. Қамыққан сыңай танып. Айтқаның келсін, бала молда. Шах-Ерден мырза, адамзат пен жыландар елінің арасында елшілікте жүрген соң, өзіме парыз сұрақты қоюға міндеттімін. Күнә кімнен болды? Кінә адам баласынан,
Көкнәр шегіп уланған ба, жоқ әлде ақыл есінен адасқан ба, түн ортасында жатқан баламды қасындағы нөкерлерімен қосып, қамшылап өлтіріпті. Өзің білесің, қамшының түпкі тегі жылан еді. Адамзатқа бабамның тартқан тартуы болсын. Сенің бабаңа берілген сый өз басыма сілтенді. Адамзат баласы менің бір рулы елге айналар тұқымымды құртты. Мен оның туысынан ешкімді қалдырмадым. Өлтірдім бәрін. Осылай адамзат баласына өз қиянатын сезінсін дедім. Менің әулетімді жауласудан құны қандай болатын түсіндім деймін. Құдайдың құдіретімен түнде түсіне кіремін. Өңінде де сарбаздарым мазасын алып жүр. Ол шет мыста үлкен қыш құмырада тығылып жатыр. Айналасында достары күзет қойған. Ауыл адамдары да қанына тартып, мені сол қыш құмыраға жолатар емес. Шахерден тұңғышының кегін қайтара тармай тоқтамасы бала молдаға анық еді. Қанша жерден қанына тартқанмен, қан жығасындағы қоржынға жыландар елінің патшасы салып алып шет мысқа жүріп кетті. Бала молда келе жатып шет мысты жайлаған 20-ға жуық үйлі ауылға кеш бата жетті. Ауыл ақсақалдарын жинап өз шаруасын айтты. Баланы қыш құмыраға тұрмақ темір зынданға салсаңдар да құтқара алмайсыңдар. Одан да өз күнәсін мойнына алып, жанын мәңгілік мекенге жай тапсын дейді. Ауыл адамдары молданың айтқанына көнбей, ең ақырында қыш құмырадан жігіт шықпайды. Сен әкелген жыланның қасиеті күшті болса, құмыраның сыртында тұрып кегін алсын десті. Ет желініп, ауыл адамдары далаға шықты. Қыш құмыраны екі орап жатқан Шахерденді көрген жұрт шошып кетті. Әбжылан анда-санда бір қыбырлап қойып, алаңсыз мүлгіп жатты да қойды. Құмыра ішіндегі адамға не қатер бола қойсын деп, ауыл адамдары үйлеріне қайтысты. Таң атты. Бала молда далаға шығып еді. Бір топ адам қыш құмыраны алыстан бақылап тұр екен. Шахерден сол баяғы маужыраған күйін өзгертпепті. Кенет құмыра ішінен демім бітіп барады, құтқарыңдар деген жалынышты үн талып естілгендей болды. Бала молда ауыл адамдарынан дауыс естіңдер ме деп еді. Бәрі ештеңе естімегенін айтысты. Шахерден 3 күн, 3 түн тапжылмай жатты да қойды. 3-ші күні кешкісін бала молданы шақырып алғысын айтты да, жер бауырлай өз жөніне кете барды. Жылан кете салысымен ауыл адамдары құмыраны жарып, жығып, аузын ашып кеп жіберді. Құмыра ішінде адамның қаңқа сүйегінен басқа ештеңе қалмапты. Қу сүйекті көрген жұрт бауырымдап, боздап қоя берді. Қалың көпшілік бала молдаға тап берді. Бала молда да дайын отыр еді. Көрмедегі атына қарғып мініп қаша жөнелді. Бала молда шет мысты артқа қалдырып, шолақ мысқа табан тіреді. Медеу бидің құн орнына Құран оқып, Ақ апам мен Тұрашқа көңіл айтты. Қымыз ішіп отырғанда Ақ апам молдадан баласының болашағын болжап беруін қолға. Бала молда киіз кітабын ашып жіберіп, Ақ апа, алыстан ағайының кеп қатты қуанады екенсіз, деді. Одан арғысы не айтар, не айтпасын біле алмай абдырап тұрып қалды. Әкесі өлгенді де естіртеді. Мәймөңкеленбей айт бәрін деп Ақ апа бұйыра сөйледі. Бәрін айтар болсам, балаңа жер бауырлаған жыланнан қатер төніп тұр. Өзіне мығым болмаса, ажалы жыланнан болуы мүмкін екен. Бұл жолдан аман қалса, жалғызыңның ғұмыры ұзақ болады. Аузыңа келгенді оттама, деді Ақ апа ашуланып. Би баласының тағдырын болжайтын сен кім едің? Жоғал көзіме көрінбей. Бала молда ағада апаға адырая бір қарады. Өзі болжа деп өтініп, артынан сен кім едің деп
Ас тамси қалған кемпірдің қылығын түсіне алмай абдырап қалды. Бір ауылдан жанын әзер сақтап қашып шығып еді, екінші ауыл тілдеп шығарып салды. Жолы болмаған Молдекең Ермендідегі еліне көңілсіз оралып, бірнеше ай үйден шықпай жатып алған. Баламолда алғаш Қытай елінде қоныс аударғанда, өз жұрты Қызай еліне келіп қосылып еді. Амал не? Тілі болған жыландардың жайы маза бермей, араға жыл салмай-ақ Текес бойына көшіп алған. Текес бойында тұрып өткен күндердің тағы есіне алады. 53 жылға дейін 33 жылдың ішінде 3 әйел алып үлгерді. Бірінші әйелі 7-ші рет босанып, 7-ші жолғы аттан көз жұмды. Туған баланың бәр іңгәлаған даусы шықпай, мылқау болып дүниеге келетін еді. Бірер айда көз деміне булығып шетінеп кететін. Екінші әйелі де 7-шіні туатында бақилық болды. Баламолда осылай 14 ұрпағын өз қолымен жер қойнына тапсырды. Үшінші жолы жап-жас қыз алып еді. Бір жыл өтер өтпестен де ол да кішкентайлы болды. Тағы да мылқау бала әкесінің көз алдында ажалмен арпалысып жатты. Баламолда баяғыда өз тағдырын өзі болжағаны есіне түсіп егіле берді. 30 жылдан кейін шекара ашылады деп еді ғой кейс кітабы. Бірақ темір тордың сетінер түрі байқалмады. Жас әйелдің туған ұлының да татар дәмі таусылып шетіне. Сол күні Баламолда атқа қонды да асау Текеске қойып кетті. Бірер минутта өзеннен өткел тауып темір қоршауды бұзып, ап сүмбіге қарай шапқылай жөнелген. Енді Баламолдаға бәрібір еді. Тұзды көлге жетсе, сосын Шахмардан ұрпағының аяғына жығылса, баяғы болжам шындыққа айналып шыға келмей ме? Жыландар патшасы Молданы кешіріп, бұл да ел қатары ұрпақ сүймей ме? Баламолда шапқылап келеді. Я Құдай, тірлігінде тозаққа түскен құлыңды кешіре көр. Я әруақ, тіршілігінде жаһанам отына шыжғырылған күнәһарды жебей көр. Жаратушыдан міндет тілеген молда ұзаққа бара алмады. Жан жағынан ит айтақтап, қару жегінген шекарашылар қоршылап, әп сәтте қолға түсті. Екі елдің шекарасын бұзған қылмыскер ретінде алдымен Шонжыдағы отрядқа, сосын Алматыға жөнелтілді. Алматыда біраз тергелген соң Мәскеуге жіберілді. Баламолда бар шындықты айтпақ еді. Орыстар молданың жыландар жайлы ертегісінен қауіптен үлкен қылмыскер ретінде қамап тастады. Бұл аралықта Қытай жақтан сұрау салынып, екі елдің елшілері бірнеше күн сөйлесіп, молданы Қытай еліне қайтарып алды. Баламолда бұзып өткен шекара тікелей Бейжіңге бағынышты екен. Баламолда Бейжіңнің түрмесінде бір жылдай тегеріліп, ақыры шетелге барып тыңшылық жасады деген айыппен 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот біткен соң Үрімжінің абақтысына ауыстырылды. Үрімжілде жазасын өтеп 11 жылдан кейін Ермендісіне оралады. Баламолда ұсталып кеткен соң 2 жылдан кейін келіншегі ұл босанып баланың атын Орал қойыпты. Оралы әкетайлап қуана қарсы алды Молдекеңді. Тілі бар, дені сау баланы көрген молда өкіріп жылап жіберді. Келіншегі мен балақайды құшақтай сала еңіреп, мен абақтыда жатқанда ұлды болыппын, тәубе Құдай, қаны менікі болмаса да жаны менікі, тәубе Құдай, басқа жіптен болса да жыртығымды жамадың, тәубе Құдай. Молданың зарын естіген жұрт көздің жасына ерік берген. Баламолда ауылының тең жарымы қотарлы Совет елінен көшіп кеткен естігенде ескі жараның бет ашылып, тағы да жүрегі сыздап қоя берген. Тағдырдың ісіне дауа бар ма? Шекара бұзбай 2-3 жыл шыдағанда бұл да елмен бірге кетпес педі. Тұз көлге жетпес педі. Мынау бұлыңғыр ғұмырының түні бітіп таңнан айырылып айтпас па еді.
Көкейдегі көп сұрақ молданың санасына масадай зыңдап тұра береді. Сәлден соң сол ызың жыланның ысылына айналады. Сосын жатып алып жылан түнде баяғы өлеңін тағы да жырлай жөнеледі. Аяғы жоқ, тілі жоқ, тілінде захар уы жоқ, жауына тұяқ серпеліп, қауқары жоқ, дымы жоқ, жылан жұртты кешіргін деп. Жылан болып ирелеңдеп төсегінде қиналып жатқан молданы баласы құшақтай алады. Әке, саған не болды дейді шошынып. Кіндігімнен тумасаң да балам деп бауырыма басып едім. Балам, күнәмді сен арқаламасаң болды құлыным деп жыланның тілінде сөйлеп түнеріп отырып қалады молда. Сөйтті де атына мініп текес бойына асығады. Текестің жылыстан жатқан баяу ағысына қарап отырып тұңғиық ойдың тереңіне сүңги жөнеледі. Кемпірі өліп, келіннің қолына қарағалы да бірнеше жыл өтті. Күніге текестің суынан жылан болып түсіп, киімі су болып үйіне қайтатын. Молданың түсініксіз тірлігі ауыл адамдарын үрейлендіре бастады. Бұрын молданың жылан мінезін көп байқала бермейтін. Қазір айналасындағы адамдарға уын шашып, абыройдан да айырыла бастады. Баяғы бала молда деген атын ел қасиет тұтатын еді ғой. Бұл уақытта есі ауысып, жын етектеген жаман бақсыға айналғанды. 50 жыл бойы жабырдың жотасына телміре қарап, 30 шақырымдық жерге жете алмау деген азаптың ең үлкен екенін дәл бала молдадай ешкім сезіне алмақ емес. Иек астындағы Тұзкөлге жете алмаған байғұс Мәскеу мен Бейжіңнің, Үрімжінің түрмесін көреді деп кім ойлаған? Баяғы Шах Ерденнің құш құмырадағы жігіттен қалай кек қайтарғанын есіне алды. Есіне алды да өзін 50 жыл толғандырған ақиқатқа көзі жеткізгендей болды. Бала молданың жазасы өлім болса, онда баяғырақ ирелеңдеген мақұлықтың бірі кезігіп, уын төгіп, жанын жаһанамға жібере салар еді ғой. Молданың жазасы өлім емес, осы өмірдің тозағы екен. Бір рулы жыланды тілсіз, усыз қалдырған молда да тілсіз, усыз қалуға тиіс екен. 3 әйелден туған 15 бала молқау болып дүниеге келді. Тілсіз қалғаны осы емес пе? 16-шы баласы. Жұрт алдында өзімдікі дегенмен, Құдай алдында өзгенікі екен анық. Ол үшін кемпіріне айып таққан емес. 10 жылға айдалып кеткенде, жап-жас қыз өзгенің отын жағып кетсе де, молда қыңқ дей алмас еді. Кемпірі бұған алданыш тауып берді. Осы алданыш азапты ғұмырына сәл де болса шуағын төкті. Шах Ерденнің оқиғасы есіне түсіп, Медеу бидің тоқалы ақ апа көз алдына келе қалғанды. Би баласының тағдырын бір жолата сен болжайтын, сен кім едің? Жоғал көзіме көрінбей деп айбарлағана қалған ақ апа сол оқиғадан кейін араға 6 ай салып бір жігітке тай жетектестіріп жіберіпті. Бала молда Медеу бидің көзін көрген қасиетті адам еді. Менің бір білместігімді кешсін. Болжамы дұрыс шықты. Алыстағы жиенім келіп қатты қуандым. Молда айтқан соң, баламды да жыланнан сақтандырып, құлағына сіңіре бердім. Балам шөп шабыс кезінде молда айтқан әбжыланмен ескі қыстауда кездесіпті. Ер тоқымның үстінде жатқан жылан өз аз болмағанда жалғызымнан айырылғандай екен. Құдай сақтап қалды. Жалғыздың ғұмыры ұзақ болады екен. Мынау тай айыбымның өтеуі, молда разы болсын депті. Қазір ағапа мен Тұмаш сүмбеде тұрады екен. Бала молда шекара бойынан тіл алып келгендерге осыны ести сала, аттың басын тағы да Текес өзеніне бұрды. 3-4 күн бойы осы маңныңды шиырлап үйіне де қайтпай қойған. Келіннің ай күні жақындаған соң, баяғы шетінеген сәбилер есіне түсіп, үрейі ұлғая түсіп еді.
Енді міне, Құдай оңдаса ар жаққа хабар берер адам табылады. Шекара маңында жақындап, ескі әдетімен жабырдың жоталарында дүрбі салып ұзақ отырды. Кенет арғы беттен 2 жас келіншектің даусы естілді. Басына қызыл орамал тартқан 2 әйел тура шекараға 15-20 метрдей жақын келіп, өзенге қарап әңгімелесіп тұр екен. Бала молданың Құдайдан сұрағаны осы емес пе? Қызыл қайыңдылардың арасымен жасырынып келіншектердің жақындай келді де, қарақтарым, амансыңдар ма деп айғай салды. Тосыннан шыққан дауыстан шошып екеуі айналасына алақ-жұлақ қарасты. Қорықпаңдар, мен Бала молда деген аталарың боламын. Біз жақта өздеріңдей шекараға жақын жүргендерден тіл алып тұратындар бар еді. Солардан Медеу бидің ұлы Тұраштың сүмбеде тұратынын естіп едім. Ондай биді де Тұрашты да білмейміз, деді келіншектердің бірі. Мектептің охраннигі Тұраш ағаның фамилиясы Медеу би емес пе, деді екіншісі. Иә, сол ағаңа сәлемім бар еді. Елде ескіліктің жөнін білетін бір молда бар ма? Тұзкөл маңындағы жыландының жыландарының аузын шешкісін деші. Бәлкім менің көз жасыма Құдай көрер. Тұраштың өмірін бір қатерден құтқарып едім. Ол мені 1000 қатерден арашаласын. Қарақтарым осы сөзімді дей бергенде, Бала молда булығып қалды. Сөйтті де басын қақшаң еткізіп жыланға айналып ысылдап қоя берді. Мына шал қуа ма? Деді келіншектің бірі. Психпен сөйлесіп сотталатын жайымыз жоқ, ысылдамай қараңды батыр, деді екіншісі. Қақшиған бас жерге сылқ етіп құлап түсіп, жер бауырлап ирелеңдей жөнелді. Бала молданың соңғы үміті Тұрашқа аманат жеткізу еді. Оны да Тәңір құт көрмеді. Шаршап шалдығып, ақыры ауылына қайтты. Ауыл сыртында баласы күтіп тұр екен. Әке, сүйінші беріңіз, немерелі болдыңыз, деді күлімдеп. Бала молданы көп жылдан бері бір шақалаққа зар болып жүрген байғұс баласы құшақтай алған. Сүйіншіңді ала ғой, сүйіншіңді ала ғой, деп молда баласын бауырына баса түсті. Құдай енді немереммен сынамаса болғаны, деді баулығып. Сөйтті де тағы да ысылдай бастады. Әке, сізге не болды? Деді баласы үрейленіп. Ескі дерт қайта қоза бастады ма? Бұдан кейін текес байына бармаңызшы. Сол жаққа барсаңыз бітті. Ауруыңызды асқындырып қайтасыз. Бала молда өз табалдырағынан өзі үрейлене аттады. Орамалын тұмшалай тартқан келіні бесік тербетіп отыр екен. Атасына атып тұрып сәлемін салды. Көп жаса қарағым, деді молда. Бесіктегі сәбиге назарда салмастан өз бөлмесіне өтіп бара жатты. Ата, тоқташы, деді жылан үні. Сен кімсің? Деді бала молда жылан тілінде. Немереңмін, Шахмарданмын, деді сәби. Бала молда бесіктің жабуын ашып кеп қалды. Ескі таныс Шахмардан жатыр ирелеңдеп. Бала молда еңіреп қоя берді. Кешір мені, Шахмардан. 50 жылдан бері саған жете алмай, тозақтың отында шыжғырлып едім. Ақыры өзің келдің. Кешір мені, кешіре көр. Жаңа туған сәбидің алдында етпеттей құлап, өкіріп жылап жатқанын атасын келіні бір түрлі аяп кетті. Текес өзенінің бұтаға ілініп аман қалған бала молда тұзды көлге бетке алып шаба жөнелген. Басыма қандай күн туса да, жыланның тілін шешіп кетуім керек деп өз-өзіне Асау өзенінің молдаға жол бермеуі тегін емес. 30 жылдан соң Қытай мен Орыстың шекарасы ашылса да, елге келіп, жыланның тілін шеше алмауы мүмкін екені анық болды. Киіз кітабы Шахмарданның кешіретін айтқанмен, Құдай тағаланың аяны мүлдем басқа тарапқа тартып, бара жатқаны молданы қайран қалдырды. Сөйтті де бірер ай тау таста тығылып жүре тұруға белді бекем буып, қалың қарағайға сіңіп, ішіне кіріп кетті. Бала молданың ажалы
текес суынан болды ма, шахмарданның уынан болды ма, оны ешкім білмейді. Білетіндер Тұздыкөлдің Қарасаз беткейіндегі жыландар тілі әлі буылы екен деп айтады.